Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі видеода мен өзімнің қойларыма қандай жем беретінімді көрсеткім келіп отыр. Бір достап бидай 1 кило, 1,5 кило қоямыз. Одан кейін осылай бір достаппен тағы да кебек аламыз, толтырып аламыз. Сонымен бұны да коробкаға қосатын боламыз. Одан кейін осылай бір тостақ жүгерінің үгітіндісін қосатын боламыз. Одан кейін бәрін жақсылап араластырамыз. Мінекей қойларға бердік. Жевап семіреді Құдай қаласа. Осылай 3 ай немесе 2 ай тоқтатпай 2 мезгілде азында және кешке беретін болсақ, қойларымыз семіз болып шыға келеді. Баршаларыңызға көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі кездескенше.